Барлықтарыңызға сәлем алейкум. Бүгінгі тақырып Құран оқу әдептері. Бірінші әдеп дәретті болып, таза жерде құблаға қарап тізерлеп отыру керек. Ер кісілер бастарына тақия киюлері қажет, әйел адамдар бүкіл әурет жерлерін жабатындай киінуі қажет. Екінші, Құран кәрім оқуды бастамастан бұрын «Аузу бисмиллах» айтылуы керек, толық. Үшінші, мағынасын білетін адам да, білмейтін адам да жай оқуы керек. Келесі, мүмкіндік болса жылап оқыған жақсы. Жылай алмаған адам жылауға тырысу керек. Әр аяттың ақысын беріп оқу керек. Азап аяттар оқылғанда қорқу, мейірім аяттар оқылғанда шабыттану, мадақ аяттар оқылғанда тәсбих айту керек. Құран кәрім оқып жатқанда бойын мақтаныш билеп, көз бояушылық пайда болса, немесе намаз оқып жатқан кісіге кедергі келтіретіндей болса, бәсең дауыспен немесе іштей оқу керек. Құран кәрімді тәжуид қағидаларына сай мәнерлеп оқу керек. Әуендетіп оқимын деп қағидаларынан ауытқу дұрыс емес. Мағынасын түсінуге тырысып, ойланып оқу керек. Құран кәрімді оқымастан бұрын бұл кәләмнің иесі, сөйлеушісі Алла тағаланың ұлылығын ойлау керек. Құран кәрімді оқыған кезде қапылдық танытпай, басқа дүниелік нәрселерді ойламау қажет.